Авторы Мықтыбек Оразтайұлы. Менің атам. Әкемнен 7-8 жас үлкендігі болғандықтан ол кісіні ата деп атаймын. Қазақы шежіре бойынша туыстығымыз 5-6 атадан кейін қосылса да, өз шақынымдай көретінмін. Елдің бәрімен солай жақсы тұра ма, әлде менімен ғана беріліп шүйкелісе ме, әйтеуір әңгімеміз жараса қалатын. Ол секілді жүрегі жұмсақ адамды ауыл түгіл әлемнен табу қиын. Жасы 70-ті төңіректеп қалған сол атам осыдан 6 ай бұрын қаладағы ұлының қолына кетті. Ауылдан жалықты ма, қала тұрғыны атанып та көргісі келді ме, жоқ әлде қалада жатып денсаулығын күтіп, ауылдың қарбалас күйбеңінен аулақ кетіп, біраз дем алуды көрді ме? Бірер күннен соң немесе бір жеті өткеннен кейін қайтып ауылға келіп қалар деп ойлап ем. Жоқ, мол кетті. Қартайғанда аз қалған өмірім ағайын туыстың арасында өтсін. Өлсем сүйегім осы ауылда қалсын деудің орнына қалаға кеткені несі? Деп ауылдағылар атамның онысын сан-саққа жүгіртті. Ешкімге есеп беруді қаламайтын атам не істесе де өзі білетін еді. Қызық болғанда сол атам бір күні WhatsApp-пен хат жолдапты. Ауылдағы елпілдеп жалпылдайтын әдетімен «Балам, қал жағдайың жақсы ма?» деп бастап келіншегімнің, бала-шағамның, 4 түлік малдарымның, ең аяғы еккен мақтамның өнімі қалай екеніне дейін ерінбей сұрапты. Соңында қалаға бара қалсаң, міндетті түрде біздің үйге қонаққа кел деп шекелеуді де ұмытпаған. Қалаға бір жолым түскенде сол атамның үйіне арнайы қонаққа бардым. Атамның өзі үйде жоқ екен. Менен 2 жас кіші қаладағы екінші ұлы Марат күтіп алған. Қалалық деген аты болмаса, Марат ауылдан кеткеніне 4-5 жыл ғана болған. Бала кезден бері ауылда стансын ғой. Обалына не керек, барынша жылы құрық ұшып қарсы алды. Атамның әдеті оған да жұққан ба, ауыл аймақ, ботай тайлағымен бәрін түгендеп сұрады. Біраз отырған соң, атам қайда деп сұрадым. Бағанадан бері ерінбестен менен барлық хал ахуалымды сұрап, дабдырлап отырған Марат іркілді де қалды. Сәл үнсіз отырды да, атаң қарттар үйінде, деді сөзінің соңын күмілжітіп жұтып қойып. Мына жауапқа айран асыр болған мен оған аузым ашылып қарап қалыппын. Не? Не дейсің? Марат үндемеді сәлден соң. Не істесең сол, деді де орнынан көтеріліп басқа бөлмеге кетті. Оның жауабын санамда қорыта алмай біраз мәңгіріп отырдым. Сол сәттен өзімді шақырусыз келген қонақ секілді артық сезіне бастадым. Қарттар үйі. Ауылдан кеткеніне осы қарттар үйі себеп боп жүрмесе деңіз. Елге жар салып бала-шағасымен мақтанбаса да, олардың айрандай ұйыған отбасы екенін білетінмін. Ұлдарына рахат көріп жүрген қариялардың бірі деп санаушы едім. Тіпті отбасындағы татулыққа қатты қызғанатынмын. Енді келіп мен үлгі тұтқан әулет сене алар емеспін. Тез киіндім де ол үйден кетуге асықтым. Мен мынау үйге сол атамды іздеп келдім ғой. Атам жоқ үйде несіне шылжиып жатырмын. Осы ойларды уәж етіп есікке жете бергенде алдымнан Марат шықты. Қайда? Тыныштық па? Деді мені тоқтатқысы келген үнмен. Қарттар үйіне. Атаңды іздеп барасың ба? Иә, атам болмаса қалғандарын керек етпеймін. Ашуыңды бас, қазір атаң келеді. Кілт тоқтадым. Сонда қалай? Келіп кетіп жүре ме? Келіп кетіп емес, әр кезде қарттар үйіне барып тұрады. Үйде жата беріп ішіп пысады дейді. Сол жақта замандастары бар, біраз әңгімелесіп, шер тарқатып қайтады. Мәселе мен ойлағаннан мүлде басқа екенін түсіне бастағандаймын. Сен сонда атамды қарттар үйіне өткізбегенсің бе? Марат айғайлап күлді. Мына күлкісіне қарап, оңдайына мүлде аулақ екен бірден ұқтым. Ұқтым да, уф деп терең дем алдым. Бәсе, олай болмауы керек еді ғой. Атамды қарттар үйіне өткізіп, мені алжып кетті деп ойладың ба? Олай жасағанша өлгенім артық емес пе? Ең әуелі басқа емес, атаңның өзі жонымнан тасып
бақыттылер. Бірден солай айтпайсың ба? Адамның үрейін ұшырып, сен де. Ол тағы да күлді. Сені қайтер екен дедім де, ағалық жолымен ауылдың әдетінше жақсылап сыбап алғым келді де, ол райымнан дереу қайттым. Қайнаға, дастарханға келіңіз, ет пісіп қалды. Қазір атам да келіп қалатын шығар, деді Мараттың келіншегі. Атам да көп өтпестен есік қағып келіп қалды. Мені көріп балаша қуанды. Маған таныс әдетімен ауылдың түгін қоймай сұрастырып шықты. Тіпті үндемей адамның арт жағынан келіп, балағыңа жармастан Үсеннің тарғыл итінде босанса көше аралап, бой бермей далақтап шауып, бала-шағаны таптап кете жаздайтын Амантайдың өгізіне дейін сұрады. Бүгін осында қон, ауылға асықпай ертең барасың, деп мені ол күні жібермеді. Әңгіме арасында орағатып отырып, қарттар үйі жайлы да сұрадым. Марат айтқандай, сырласатын замандас іздеп сол жаққа бас сұғып тұратыным рас екен. Бесін мезгілі жақындағанда атам киіне бастады. Мен қарттар үйі жағына барып қайтайын. Сен үйде демалып отыра бер. Кешкі 8-9-дарда келермін. Мына қайнаған ыстықта үйде отырсаңыз қайтеді, деп баласы кейіп еді, оны тыңдамады. Қимылдағаннан адам өлмейді. Ыстық деймісің? Тәйірі туылғаннан көріп келе жатқан түстіктің аттауы ғой, ештеңе етпейді. Атам үйден шығып кеткен соң, менің де ішім пыса бастады. Әрі-бері жатып, қарттар үйіне менде барып қайтсам қайтеді, деген ой келді де сыртқа беттедім. Шілденің қақ ортасы болғандықтан әуе айналып жерге түскендей ыстық. Жол шетіндегі тротуардағы қою қара көлеңкенің өзі қапырық. Ауа атаулының бәрі ыстыққа жұтылып кеткен бе, деміктіріп жіберді. Шөл қысқаннан соң мұздай сусын сатып алайын деп, алдымнан кезіккен бір кафеге бас сұқтым. Салқын сусын саудалап тұрғанымда, анадай жерде орындардың бірінде тамақтанып отырған атама көзім түсті. Қарсы алдында жасы 55-60 шамасындағы әйел отыр екен. Екеуі бұрыннан таныс па, кездейсоқ дастархандас болып отыр ма, ол жағын білмедім. Бірақ әңгімелесіп отырғанына қарағанда өзара таныстары болуы мүмкін. Мен тұрған жаққа арқасын беріп отырған атам мені аңғармады. Мына отырыстары қызық көрінді де, білдірмей жанындағы бос орынға қонжия кеттім. Атам екеуміз солайша бір-бірімізге арқамызды беріп отырып едік, даяшы жаныма жетіп келді. Не тапсырыс бересіз? Деп тақ ете қалды. Қаттырақ сөйлесем, атам мені байқап қояма деген сақтықпен, сорпа әкеле салыңыз деп салдым. Міңгірлеген үнім даусымды өзгертіп. Шәй ішесіз бе? Кафеге қаталап шөлдеп кіргенім сол кезде есіме түсті. Иә, қара шәй ме, көк шәй ме, даяшы тақылдап тұрып алды. Қап, жанымнан кете қойшы ертерек дегенде кейіппен. Бәрібір дедім де тағы да міңгірлеп, даяшы қуыстанып отырғанды сезінгендей маған таңдана қарады да өз шаруасымен кете барды. Құлағымда атам мен бейтаныс әйел жаққа тұрдым. Өзіммен өзім отырған адамның кейпін таныту үшін телефонымды алдымда интернет ақтарған адамға ұқсап, оған өтірік үңіле бастадым. Шолпан, бүгін қай күн екенін білесің бе? Деді атам. Ана елдің есімі Шолпан болып шықты. Қандай күн? Екеуміздің танысқанымызға 1 жыл болыпты ғой. Не дейсіз? Оны қалай ұмытпай жүрсіз? Екеуміздің WhatsApp'та жазылған хаттарымыз сақтаулы тұр ғой. Бір әріпінде өшіргенім жоқ. Әр кезде оқып тұрамын. Мықты екенсіз. Сол үшін мені кафеге шақырып отырған болдыңыз ғой. Мұна әңгіме маған қызық көріне бастады. Атамның неге ауылға 6 ай бойы келмей қойғанның құпиясы өз-өзінен ашыла бастады. Шолпан, қартайғанда осылай өз-өзімді алдап, бой жазып, серпіліп тұрмасақ іш құса болып кетерміз. Бала жетектеп жүргенге ұл түгіл немерелер де ер жете бастады. Не өмірім қалды дейсің? Әншейін далбаса да. Құр қарап отырсың ғой, әрдеңені ойлайсың.
Атам ана әйелге мұң шағып кетті. 4 жыл алдын бәйбішем қайтты. Жалғыздық дегеннің не екенін 40 жыл бойы отасқан әйелімнен айырылғанда барып түсіндім. Бала шағам, келіндерім ас түстіме түсіп, барын салып күтсе де, бәрібір әйелімнің орны олқы боп үңірейді де тұрады екен. Атамды әлемдегі ең бақытты адам санаушы ем. Мына әңгімені естіп, қателескенімді ұқтым. Ол кісінің ішінде біраз нәрселер шемен боп қатып жатыр екен ғой. О тауба, сенің өмірің менікіне қарағанда жұмақ қой, деді ана бейтаныс әйел. Бала шағаң бар, 2 ұлыңның үйіне кезек-кезек барып тұрасың. Ешкім кедергі болмайды. Мен айтсайшы, ешкімім жоқ. Ұлым анау қайда жүрген бір Алла білсін. Келінің аты жөнінде ұмытып қалдым. Қарттар үйін ойластырған өкіметке рахмет. Сіздің де барыңызға шүкір. Сіз болмасаңыз тіпті жарылар ма ем. Сізбен әңгімелесе бастаған соң ғана өмір сүруге деген құштарлығым аздап болса да оянды. Алла разы болсын сізге. Сәлде болса демеу берсін деп сізді маған Алланың өзі жіберген болар. Жылап жіберуге шақ қалды. Сірә. Алдын тек теледидардан көріп, газеттен оқитынмын. Перзенттерінен қайыр болмай қарттар үйінде тұрып жатқан пендемен бірінші рет жолығуым. Енді мына кафеге келгеніме өкіне бастағандаймын. Сорпада, шайда батпай қалды. Дүниеге өркениеттен қашықтау ауыл адамның көзімен қарап, ашық ауыз боп жүргенімді жете түсінгендей болдым. Әлемде түрліше тағдырлар бар екен тағы бір рет шындап мойындадым. Тек әрқайсының қайғысы, ауыртпалығы әр қалай. Тоңып секіргенмен тойып секіргеннің отырысына куә болғандай, енді өз санамдағы бір-біріне кереғар ойлармен арпаласа бастадым. Атамның бұлайша бөгде әйелмен сырласып отырғаны маған оғаш көрініп, әуелете ақылыма сыймады. Бұл тірлігін басқаша түсініп қалдым ба, қайдам 5 уақыт намазын қаза етпей орындап жүрген таза тәрбиелі кісіден мұндай қылық шығады деген ой өш ұйықтасам түсіме кірмепті. Көзіммен көріп отырсам да атамды оңдай жеңіл қылық жасайтындардың қатарына жатқызғым келмеді. Айыптауға дәтім барған жоқ. Әлемді жаулаған ғаламтор деген неме мына 2 кісіні де құрықтап үлгеріпті. Мына екеуінің өздеріне ғана белгілі құпияны сырды тосынан естіп қойғаным үшін енді ыңғайсыздана бастадым. Бағана ғана қызық көрінген әңгімелерді дереу көңілімді түсіріп жіберді. Әрі қарай тыңдай берсем, жүрегіме салмақ түсерін білдім де, бұл жерде отыра бергеннің мәні жоқ екен түсініп, атам мені байқап қалмай жатып, бұл жерден қарамды батырайын деп, алдымдағы мені күтіп, суып қалған сорпадан ауыз тие сала кафеден шыға жөнелдім. Кафедегі кездесудің әсері тарқамай, жүрегім біразға дейін ауырып жүрді. 2 қарияның әңгімесін сырттай тыңдағаным үшін өз-өзімді кінәлаумен болдым. Тыңдамасам ғой, тыныш жүрер ма едім? Кей нәрселерді білгеннен гөрі білмей жүре бергеннің де пайдалы жақтары бар деп кім ойлапты. Өзімнің қалай қартаятыным жайлы көп ойымдайтын болып кеттім. Естіген құлақта жазық жоқ, өзім айыптымын. Одан бері де 3 ай артта қалды. Күз келді. Қарбалас тірлік көбейіп кетіп, атам жайлы ойлауға мұршам болмады. Қайбір күні үйінің жанына өтіп бара жатып, күн шуақта отырған атам көзіме түсті де барып амандастым. Қаладан келгеніне 2-7-дей болып қалған екен. Ауылға бір жола келдім. Қартайғанда қалалық болған ұят секілді көрінді де тұрды. Өз ортама жететіні жоқ екен. Баяғы кафедегі шолпан есіме түсті. Қалаға қайта бармайтын болғанына қарағанда шамасы бір-бірімен айырылысқан-ау. Іштей ғана қабырғаммен азырақ кеңестім де, не болса да сұрайын, тонымды шешіп алып қалмас деп бекіндім. Ата, қарттар үйінде Шолпан деген танысыңыз бар емес пе? Шолпанның атын естігеннен елең етті. Бар денесімен маған бұрылып, Шолпан, оны қайдан танисың? Деді таңданған даусымен. Танимын,
бірге жүргендеріңізді көріп қалдым. Не? Бірге жүргенімізді? Иә, қалада, көшеде. Кафедегі оқиғаны ішіме бүгіп қалдым. Сенен бірдеңе жасыру мүмкін емес пе деймін. Қыз талақ, сенің де білмейтін, танымайтын адамың жоқ екен-ау. Енді тойда көп жүрем ғой. Бұл жауабыма атам сенгендей қалып танытты. Шолпан үйіне кетті. Ұлы келіп алып кетті. Қуанып не мұңайып айтқаным белгісіз, бірақ ұлы кеп әкетті дегенде іштей қуанып сала бердім. Жақсы болыпты ғой, ұлының ақылы кірген екен. Ақылы кіргенде Шолпанды сыйдырмаған қасқыр келіні қайтыс болды ғой. 40 күндік асын бере салып, мына шаңыраққа бір әйел керек деп ұлы қайтадан үйленді. Бұл жолы маңдайына жақсы келін тап келіпті. Дереу қарттар үйінде жатқан енесіне үйіне алдыртыпты. Өз енем өзім бағып қағам деп солайша Шолпан үйіне кетті. Бейтаныс келінге ішім жылып қоя берді. Солай де, Шолпан екеуміздің бірге жүргенімізді біліп қойдым де. Өзің барып тұрған ішпеуін екенсің ғой. Ол жайлы ешкімге тіс жармай қой, жарай ма, балам? Әрине, нем бар? Хабарласып тұрасыз ба деп сұрағым келген. Ұялтпайын дедім. Өз өмірі, өз сезімі ғой. Араласа бермегенім дұрыс деп шештім. Қаладан ауылға келгеніне ауылдағылар тағы да біраз әңгіме қылды. Үйренсе алмады деді, қаладағы келіннен сыйыса алмады деді. Не керек? Атам ол өсектердің бірінде елеген жоқ. Елдің көбінің аяқпен емес, ауызбен жүретінін білмейді дейсіз бе? Оның не үшін қалаға кеткенін, неге қарттар үйіне барып тұрғанын, неліктен ауылға қайтадан келіп қалған себебін мен ғана білемін. Мен ғана деппін ғой, Шолпан екеуміз ғана білеміз. Атаммен қоштасып, ол жерден кеткелі тұрғанымда, төс қалтасындағы ұялы телефоны дыңылдап қоя берді. WhatsApp-тан келген хабарлама сияқты. Іштей ғана Шолпаннан келген хат шығар деп ойладым.